Қазақ мектебі балалары ма? Иә. Не жиналғасыздар? Туған күн? Мейрам келіп жатқасын, шамалы сері, мектептен үйден серігіп, өзі бас қосып. Балалармен. Микрофон. Класс жетекшісі ба? Иә. Класс жетекшісі. Балалар қазақ тілде оқисыңдар ма? Иә. Мектепте қандай программа жүреді? Қазақ тілінде? Жоқ, программа Қазақстан программасы? Қазақстанның программасы. Ресейдің программасы Қазақстан. Жоқ, қазақ. Мектебінде оқитындар қазақ программасы, орыс мектебінде оқитындар орыс программасы. Иә. Осы 3 жылдыққа дейін бірақ Россияның тарихын оқып келді, қазір Қазақстан тарихын оқып. Қазір Қазақстан тарихын оқып отырсыздар ма? Сіздерге сұрақ қойып жатыр ғой. Қазақстан тарихын оқып отырсыңдар ма? Қазір қай мемлекетте тұрып отырсыздар сіздер? Ал? Қазір Ресей мемлекетінде тұрып отырсыз? Өйткені сіз Ресей заңдарына бағынасыз ғой, иә? Ал мына үйлердің бәрі қазір кімдікі? Ресейдікі ма? Біз бұнда неғып тұрып отырмыз? Арендада ма? Енді сіздер арендада тұрып отырсыздар ма? Өз үйлеріңізде тұрып отырсыздар ма? Сосын жүресің. Өзіңізде үйде, қане өзіңізде барып көр. Арендада ғой, арендада. Яғни үйдің хозяйыны кім қазір? Арендада тұрып жатыр, иә? Жоқ, балалар айтыңдаршы, үйдің хозяйыны кім қазір осы жерде? Россия. Ал, жоқ, сіздердің ойларыңыз сұрап отыр. Жоқ, сіздер ойлаңыз, апайлар сіздер не істемеңіздер? Иә, жоқ, біз балалар қалай ойлайды екен, мен білгім келеді да сіздер. Мынау қазір мемлекет қай мемлекет? Қазір Россия. Қазір Ресей мемлекет, иә? Сіз айтыңызшы, бұл жақта кімнің үйінде тұрып жатсыз қазір? Ресейдің. Яғни ата-анаңыз сол жақта арендада тұрады, иә? Ал негізі өзіңіз қазақсыз ғой? Иә, қазақпын. Бірақ жер қазір Ресейдікі. Иә. Атыңыз кім сіздің? Адия. Қай мектепте оқисың? 273-ші. Қай класста оқисың? 5-ші Б. Қазір ана тулардың бәрі Ресейдің тулары тұр, иә? Ал сіздер қандай заңға бағынасыздар осы жақта? Ресейдің заңына бағынамыз. Қандай ақшамен төлейсіздер? Рубльмен. Рубльмен, теңгемен де төлейсіздер? Иә, теңгемен. Тоже бір бизнес жасасаңыз, бірдеңе ашсаңыз, помещение ашсаңыз, налогты да Россияға төлейміз. ИП, Қазақстанның ИП-сына жұмыс істеуден бәрі бас тартады. Өйткені қиындау. Біз российский ИП ашамыз, өзіміздің атымызға еще. Российский ИП-мен қалада жұмыс істеу оңайырақ. Ал былай заң түрінде, не түрінде қазақстанский болады дейді, оның жолдарында сұрастырып көрдік, алдында біз шаруа бастағанда. Бірақ көп жаңағы арендаторлар беретін, олар российский ИП болғанға қалайды да, олар өздеріне оңайды да бірнелері. Қазір бұрынғыдай емес, алға туылған адамдарға, осы жақта туылғандарға автоматты түрде Ресей азаматын береді. Қазақ қатынмен бай екеуге toshiga кірді, жұмысқа кіріп Ресей азаматтығын алып. Оның баласы Ресей азаматы, Ресей азаматы. Ресей азаматы. Ал енді олар еще, егер де олар әскерге шақыратын болса, Ресейдің әскеріне шақырсын. Әскеріне, бәрі Ресейдің әскеріне. Енді осы жерде қазір жаңа айтып отыр, қазақтарға жағдай жасалған, егер де Ресей азаматтығын алса, онда олар айлығы көптеу, пенсияға тез шығады. Осы жерде жүріп тұруына өте жақсы қолайлы. Сондай несін жасаған қолайлылық жасалғандықтан көбірек қазақтар Ресей азаматтығын алуға ұмтылып жатыр, өтіп жатыр. Одан кейін өткеннен кейін енді қарашы енді келешекте мысалы осылай қазір міне тура осы кішкентай ғана Байқоңырдың форматын бүкіл Қазақстанға алып қарайықшы енді қазір. Бүкіл бізге келіп жаңағы мынау біздің көкелеріміз жаңа сататын беретін беріп кетті. Бүкіл Қазақстандағы осындай қалалардың бәрі банктік болса, банктың хозяиндары шетел азаматы болсын. Олар жаңа біздің удостоверение сыртына қазақстандық деп жазып берсе, қазақ, орыс, Қытай емес. Онда олардың бәрі келеді де қазақстандық болып, кейін олар бізге жаңағы билікке кіреді, олар жаңағы акиматқа кіреді. Қазір осы жердің акиматын кім басқарады? Акимат емес, мэр де осы. Оны кім басқарады? Орыс, Ресей азаматы. Ресей азаматы басқарады. Логиканы енді түсінді ме? Мысалы үшін балалардан сұрасаң, қайда тұрып жатсың десең, Ресей дейді. Өйткені олардың өзі көргені сол. Мен бір қорқатын, келешекте біздің балалардан бүкіл үйлердің бәрі жаңағы, сен қай елде тұрып жатсың десең, ол Қазақстан емес десең, өлген жерін осы болады да. Паспорттың сыртында қазақстандық деген жазу болатын болса, ал әкім қаралардың шетелден келіп тұрып жатса, онда сол өлген жеріміз сол болады.